Салам алейкум қазақтар. Жақында, жақында емес, 2-3 ай бұрын ба, сондай біздің қазақ қыздары неге барды? Қыздар, жігіттер мен сол тобылар, командалар барды, Араб Эмираттарға барып келді. Ол сол жерде арнайы күштердің, арнайы әскерлердің жарысы болды. Сол жарыста біздің қазақ қыздар бәр жерде бірінші орын алды. Мысалы, мына дәу мынандай бір дөңгелек алды. Сол дөңгелекпен айналып берді ол. Мынандай дәу дөңгелек, не К-700 бар ғой, содан ауыр дөңгелекпен бірінші жүгіріп келді о дейді. Бәрі қарап мынандай. Сосын біздің мерген снайпер, мерген Қаламқас 1400 метрдан алыстан мылтықпен неге мишеньді тура ортасына тигізді. Ондықты бар ғой. Ол бір генерал болды. Американың генерал, ең әйгілі, ең білетін, бүкіл әлем білетін. Ол Америкада Боб Стерлинг ол аты. Ол Америкада арнайы мына күштердің басқарған, бұрын, қазір зейнеткер, ол бүкіл біледі ол. Ол бұлай мониторға қарап сенбей қалды. Сенбеймін дейді. Осындай қыздар мына шамамен 1,5 мың метрден, 1,5 километрден жете алмайды ол, тігізбейді ол. Соған ана квадроцикл алып барып келді дейді. Тексерді, қарады ол. Сосын таңғалды дейді. Мен қанша жыл қызмет атқарам дейді. 40 па 50 білмеймін, қанша жыл қызмет атқарған, осындай қыз бірінші рет көріп отырмын. Сендер қыз, действительно қазақтың қызы дейді. Осындай басқа қыздар, басқа бүкіл әлемде жоқ дейді. Сосын ана өзі сағат болды ғой. Өзі сағат $5,000 ма қанша білмеймін, өзінің қолынан шешіп біздің Қаламқасқа сыйлады, марапаттады. Мә қызым дейді. Нағыз сен батыр, қыз батырсың дейді. Сосын мына Эмираттардан мына шейхтің баласы, оның атын ұмытып қалдым, шейхтің баласы осынан бәрі қарап, осындай действительно батыр қыздар бірінші көріп қалған, ол көрді дейді. Соған біздің қыздарға келіп айтты дейді. Давай қыздар, бізге келдер, бізге қызмет атқарасыңдар Эмираттарда дейді. Доллармен төлейміз дейді. Доллар прям пәтер береміз Дубайда дейді. Көлік бәр береміз дейді. Ақша береміз дейді. Бізде осындай батыр қыздар керек дейді. Арнайы күштерді басқарып жатыр қазір. Қаламқас басқа қазақ қыздар айтты, жоқ, біз өзіміз еліне бір рет ант берген, присяга берген, 2 рет ант бермейді дейді. Бізде өзіміздің халқымыз бар, еліміз бар. Біз басқа жерде бармаймыз. Қанша ақша төлейсің? $100,000, $1 миллион төлейсің, біз бармаймыз. Міне қазақ қыздар, қазақтар. Осындай мына қазақ қыздардан біздің жастарға үлгі алу керек. Тура мына осындай қыздар. Бірақ құрметті қазақтар, менде бір сұрағым бар. Ал біздің жігіттер қайда? Батырлар қайда? Осылай айтқым келеді. Назарыңызға рахмет.